Құмырсқаның қанағаты. Ертеде бір оқымысты болыпты. Ол барлық халықтың жан-жануардың, жәндіктің тіпті өсімдіктің де тілін түгел біледі екен. Бір күні оқымысты бақ ішінде келе жатып, құмырсқаның илеуін көріп қалады. Қарап тұрса, бәрі қызу жұмыс істеп жатыр екен. Бір тобы індерін кеңейтіп жатыр, бір тобы дәу құртты сүйретіп келеді. Енді біреулері илеуін күзетіп айналада жүр. Оқымысты бір құмырсқаны ұстап алады да, «Әй құмырсқа, сенің басың неге үлкен?» деп сұрайды. Себебі, «Менің ақылым көп» дейді құмырсқа. «Ал құйрығың неге сонша үлкен?» «Себебі мен күштімін. Өзімнен үлкен жүкті көтеріп жүре беремін. Бар күшімді құйрығыма жинамасам, ауыр жүкті көтергенде құлап қалар едім» дейді құмырсқа. «Ал сенің белің неге қылдай?» деп сұрайды оқымысты. «Себебі, менің қанағатым көп» дейді. «Жарайды. Ақылың мен күшіңнің көп екенін білдік. Ал қанағатыңның көп екенін қайдан білеміз? Егер саған бидайдың бір түйір дәнін берсем, неше күнге жеткізер едің?» деп оқымысты құмырсқаны сынамақ болады. «1 жылға жеткіземін» деп құмырсқа сенімді жауап берді. Оқымысты құмырсқаны ыдысқа салып, қасына бидайдың бір түйір дәнін қояды да кетіп қалады. Арада 1 жыл өткеннен кейін қараса, құмырсқаның қасында дәнінің жартысы қалыпты. «1 дән маған 1 жылға жетеді деген едің. 1 жыл өтті ғой. Ал сен дәннің жартысын ғана жепсің. Оның қалай?» деп таңдана сұрайды. «Егер дәнді 1 жылда жеп қойсам, бірақ сен 1 жылдан кейін мені босатуды ұмытып кетсең, мен бостан босқа аштан өліп қалмайын ба? Сол себепті 1 жыл бойы жарты дәнді қанағат қылдым» деп өзінің қанағатшыл екеніне оқымыстыны сендіріп